абай облысы білім басқармасымен жалпыға білім беру қорының жаңағы есебінен балаларға білім беру мекемелеріндегі барлық жаңағы біздегі әлеуметтік жаңағы недегі категориядағы жанұялардың балалары, ол жаңағы бізде бірнеше категория жатады. Оның үшін жаңағы аз қамтылған жанұялар, жәнедегі АСП алатын жанұялар бар. Содан кейін жаңағы күнкөрістің деңгейі төмен жаңағы жанұялар бар. Биылғы жылы бізде жаңағы жалпыға қордың, жаңағы білім беру қорынан есебінен бізде 23 мың бала жаңағы 940 миллион теңгеге қазіргі таңда мектеп формасына, аяқ киімге қаражаттары ата-аналардың шоттарына аударылды. Мектепке жол акциясы аясында ол жаңа 1 тамызда бізде бастау алды, 30 қыркүйекке дейін жүргізіледі. Жаңағы біздің көп балалы жанұяларға, аз қамтылған жанұяларға, балаларға жағдайлары жоқ енді жанұялар бар, соларға өздері көмек көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда бізде 876 балаға көмек көрсетілді. Ол жаңағы 11 миллионға дейін бізде қаражатқа өздері счеттарын аударып беріп жатыр, киім алып беріп жатыр бастан аяқ. Мысалы спорттық киім, құралдарын, спорттық аяқ киім, мектеп формасы дегендей канцеляриялық құралдарын барлықтарын алып берумен олар жаңағы спонсорлар несі аясында, сол акция аясында жүргізіліп жатыр.